достар, сіздермен бірге Рауан Синема. Бүгін сіздерге әлемдегі ең биік телемұнаралардың біріне көтерілген екі қыз сол жерде тұзақта қалып қойған Вышка атты фильміне қысқаша мазмұнын айтатын боламын. Фильм альпинистердің тауға шығуымен басталады. Онда Дэн атты жігіт Бетли және Шиланың көзінше таудан құлап кетеді. 51 апта өткен соң, Бетли өзінің сүйіктісін жібере алмай, оның автоматты жауаптарын тыңдап қайғырып отырады. Күндердің бір күнінде әкесі Джеймс оған әрі қарай өмір сүру керектігін айтып келеді, бірақ оның қызына бұл ұнай бермейді. Сол үшін ол жынданып жалғыз кетіп қалады. Өз-өзіне қол жұмсайын деп тұрған Бетлидің құрбысы Шила келіп, өзіне тез арада биіктігі 600 метр мұнараға шығатын серіктес керектігін айтады. Солай бұл дуэт телемұнараға аттанады. Кешке жақын телемұнараның жанындағы асханаға келіп, қонақ үйде қонақтайды. Әңгімелесіп отырып, Шила керемет видео түсіріп, көптеген лайк жинайтындығын айтады. Себебі бұл мұнара біраз жылдары тастап кеткен. Жаңадан күн атты. Шила бірден телебашня туралы видео түсіруге кірісті. Биіктігі 600 метр құрайтын және олар ең шыңына жететіндігін баяндайды. Мұнараға жақындаған кезде көлікпен кіретін жер құлыптаулы болады. Жолдарын жаяу жалғастыруға тура келеді. Олар өздерімен бірге тек қана су алып шығыпты, өйткені олар түскі асқа дейінгі қайтуды ойлайды. Мұнараға шығу бірнеше этаптардан тұрады. Ең біріншісі 550 метр темір каркас ішімен, сосын 60 метр сыртқы баспалдақпен көтерілуге шыңға жететін болады. Бет бірден шығуға қарсы болады, бірақ Шила оны көндіреді. Сонымен бұл дуэт темірлердің күн жеп тот басып, сыртқы бекітулері жайлап істен шығып бастайды. Аяқ астынан баспалдақ сынып кетеді, бірақ Бетли ұсталып үлгереді. Жарты жолға келген соң дуэт кішігірім демалыс жасайды. Ол жер Эйфель мұнарасымен бірдей биіктікте тұрған екен. Кішкене тұрған соң олар ары қарай жалғастыруды және бірінші этапты аяқтайды. Бетли биіктіктен қорқа бастайды, ал оның құрбысы Шила жоғары қарай шыға жөнеледі. Басында барлығы жақсы болып келеді. Бірақ жолынан спутник тарелкалары шығады. Бұл екеуіне тосқауыл болған жоқ, жайлап өтіп кетеді. Шила қызық көріп, баспалдақты шайқау арқылы құрбысымен ойнайды. Соның арқасында баспалдақты бекітіп тұрған болт шығып кетеді. Үстіне шыққан бұл дуэт білгенін істейді. Бір-екі видео түсіреді. Содан соң Дэннің топырағын биіктікке себеді. Ендігі қалғаны қайта түсу болатын. Баспалдақтың істен шығып тұрғаны күдіктенбей түсе бастайды. Бетли құлап кетіп бара жатқан Шила құтқарып қалады. Соңғы күштермен қайта тартып алады. Енді қалай түсуге болады? Ал байланыс мүлде ұстамайды. Бірақ олар дүрбі мен сигналды ракета тауып алады. Бірақ сөмкелер спутник тарелкасында жатады. Аяқ астынан Бетлидің жарақаттығын көріп қойған Шила оны байлауға кіріседі. Мұнараның бөлшектері құлағаннан естіген маңдағы адамдар көмекке келе жатыр деп ойлайды. Біраз уақыт өткен соң Шила дүрбімен бір демалушылардың көлігін байқайды. Бұл жерде отырғандарына 5 сағат болған екен, ал байланыс әлі жоқ. Бірақ Шила оқырмандарының соңғы лайктарын қараған сәтте байланыс төменде ұстағанын біледі. Ол желіге көмектесіңдер деп жазу жазып, байланыс ұстау үшін төменге жібереді. Бірақ бұл ешқандай да көмектеспейді. Бетли телефонды аяқ киімге салып төменге лақтырып жібереді. Содан дүрбімен қарап көрсе, төмен жақта бір адам көмекші итін көреді. Және Бетли ол адамды өзіне қаратқысы келіп, өзінің аяқ киімін лақтырады. Бірақ оған ешқандай ой келмейді. Сосын кетіп қалады. Түн келеді. Бетли ракетаны іске қосады. Бұл кезде оларды байқайды. Бірақ көмек орнына олар машиналарын ұрлап кетеді. Түн жарымда Бетли құрбысы Шиланың аяғында 1, 4 және 3 кодын байқап қояды. Бұл кодпен Дэн өз әйеліне сезімдерін білдірген екен. Ал Шила болса 4 ай бойы құрбысының күйеуімен білдіртпей сырттай қатынаста болған екен. Сонымен таң атты. Бетли құрбысына ренжулі сәтте 24 сағат өткен екен. Көмек келмеген соң оларға керемет ой келеді. Төмендегі іліп қалған сөмкені қалай болса да алу, өйткені оның ішінде квадрокоптер бар екен. Шила бірден іске көшеді. Тарелкаға тез жетіп алады. Белдемшесіндегі жалғыз арқанды босатады және тарелкаға секіреді. Ал енді оған жоғары қалай шығатындығын ойластырады. Шилаға селфи таяқшасын қолдануға тура келеді және секіріп жетіп алады. Шыңындағы ұстағышқа сәл қалған уақытта ол құлап кетеді.
бірақ арқанды ұстаймын деп қолын жақындап алады. Бетли тартып шығарған соң чектің артқы жағына көмек хатын жазады және оны квадрокоптерге жалғап қонақ үйге жібереді. Бірақ ол уақытта квадрокоптердің заряды жетпей қалады және оны қайтаруға тура келеді. Сонымен түн келеді. Бетли Шиланың жоғынан шошып оянады, бірақ ол қорқынышты түс екен. Таңға жуық оған керемет идея келеді. Жоғарыдағы лампаның тоқ күшімен квадрокоптерді зарядтап алуға солай іске көшеді. Бірақ оның зарядкасының басы жетпей, Бетли сол кезде неке жүзігін пайдаланып солай заряд алу басталады. Сонда Бетли жыртқыш құстардың жеміне айнала бастайды. Соның арқасында сөмке жерге құлап кетеді, ал Шила жай ғана қарап тұрады. Квадрокоптер заряда толады. Енді таңғы 10-ға дейін күтуі керек болады, өйткені сол уақытта қонақ үйде көп адамдар болады. Бастамасында олар да жақсы болып келеді. Дрон байланысын үзбейді. Қонақ үйге жете берген сәтте оны жүк көлігі қағып кетеді. Жүргізуші дронға мән бермейді, ал бұл дуэт үшін ең соңғы амалы болатын. Кешке жақын дауыл келе жатады, ал Бетлидің күш қуаты біте бастайды. Сол кезде Шила өзінің арқанды ұстай алмай құлап өліп қалғанын мойындайды. Арқанды шығарған кезде Шиланы емес, сөмкені тартып шығарған болатын. Кішкене уақыттан соң Бетли өзінің кішкентай кезіндегі әкесімен ойнап жатқан видеоны көріп жатады. Джеймстің қызын іздеп жатқан сәтте тағы бір күн келеді. Оған келген жыртқыш құсты ұстап алып, сонымен тамақтанып алады. Бетли төменге түсуге бел буады. Шиланың жатқан аяқ киімін пайдаланып, Шиланың ішіне салып лақтырып жібереді. Түнге жуық Джеймс мұнараға жетеді. Ол кезде құтқарушылар келіп, мәйіттің бетін жауып жатады. Ол Бетли шығар деп ойлап қалады, бірақ оның қызы аман қалған екен. Осымен бұл фильм соңына жетті. Сіздермен болған Рауан Синема. Бұл фильм сізге ұнады ма? Комментарий қалдырып, өз ойыңызбен бөлісіңіз. Каналға тіркеліп, басқа да қызықты фильмдерді жіберіп алмаңыз. Ал біз сізбен қоштаспаймыз.